Азиздер, бүгін ноябрь айының 14-ші санесі күн тарихына нәзер таслайтыған болсақ, бүгін халықаралық логопедтер, сондай-ақ социологлар күні сұхбатында бәршемізге белгілі. Біз сәне мөнәсәбетіменен бәрше бүгінгі кәсіп иелерін шын жүректен құттықтаймыз, жұмысларына болса рауаш тілейміз. Шу bilan birgalikda 14 noyabr xalqaro qandli diabetga qarshi kurash kuni bo'lib hisoblanadi. Mana shu sana munosabati bilan biz dastlabki mehmonimizni studiyamizga taklif qilganmiz. Demak, tanishtirib o'tsam, oliy toifali shifokor, endokrinolog G'ayipova Gulbano opa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Gulbano opa. Studiyamizga xush kelibsiz. Ko'rib turganimizdan juda quvonchlimiz. Keyingi kayfiyatlaringiz qanday? Assalomu alaykum hammaga. Keyingi kayfiyatimiz yaxshi. Hamma mana televizor ko'ruvchi adamlarga da осындай keyingi kayfiyat tilab qolaman. Рахмет. Өте қуаныштымын. Кәсіптесім айтып өткен еді, бүгін халықаралық қантлы диабетке қарсы күресу күні. Өзі қантлы диабет дегеніміз не, қандай түрлері бар, hamda бұл кеселіктің алдын алу бойынша қандай илажлар әмелге асырылмақта елімізде? Енді қантлы диабет бұл ең кең тарқалған кеселік болып есептелінеді. Қантлы диабет бұл екі түр болады. Бірінші түр ме, екінші түр. Бірінші түр қантлы диабет ол кішкентай балалар 0 жастан бастап 35 жасқа дейін анықталса, қантлы диабет ол бірінші түр болып есептелінеді. Одан кең тарқалған кеселік ол екінші түр қантлы диабет, ол 35 жастан һәм үлкен жастағы үлкен адамдарда кең тарқалған кеселік. Бұл қантлы диабет ол зат алмасудың бұзылуында нәтижесінде шығатын кеселік. Негізінде асқазан асты безіндегі инсулиннің істеп шығарылатын гормонның аз яки жоқ болса, сол кеселік пайда болады. Не үшін айне бүгінгі 14 ноябрь санесі сол қантлы диабетке қарсы күресу күні сипатында белгіленген? Енді бұл 14 ноябрь негізінде 1991 жылы халықаралық қантлы диабетке қарсы күресу күн болып белгіленді. Бұл кең тарқалған біздерге байрам болып есептелінеді. Себебі голландиялық алым 14 ноябрь 1891 жылы туылған, сол алым инсулин гормонды ойлап тапқан. О инсулин осы қантлы диабеттің емі болып шыққан. Осы инсулиннің себебінде бұл кісі Нобелевский премия алады уақытында. Нобель сыйлығын алады. Соның үшін сол кісінің несіне құрметіне 14 ноябрь халықаралық қантлы диабетке күресу күн болып есептелінеді. Һәм кең нетеді. Кең түрде белгіленеді. Белгіленеді, ава. Яғни алдын алу бойынша қантлы диабет. Алдын алу, күресу. Бүгінгі күнде уже халықаралық қантлы диабет кеселігіге, яғни халықаралық қантлы диабет кеселігіге қандай алдын алу шараларын көрілмекте? Енді біріншіден біздер хамме, как доктор шпакер сипатында біздер хамме мекемелерге барып, қантлы диабет туралы да түсінік береміз. Бұл қандай кеселік, не болады, қандай ауқатлану керек, қандай физикалық біздерге шынығу істеу керек, сөйтіп алдын тарқатып, бірінші біздер сол білімді асыруымыз керек халықтың арасында. Екінші бұл диета сақлауымыз керек. Қазіргі заманда көп адамлар жеңіл сорылатын углеводларды пайдаланатын болды. Олан бір қантлы диабеттің себебі болып есептелінеді. Қазір егер ітібар берсеңіз, көп адамлар уже автомобильге, машинаға отырды. Көбісі жаяу жүрмейді, баяғыдай физикалық шынығу жоқ. Қазір велосипедте де көп адам жүрмейді. Қазір көп үлкен жас жігітлері машинада жүреді. Соның үшін уже артықша салмақ пайда болады. Соны алдын алу үшін біздер бірінші очередь, как доктор есабында, шпакер есабында обязательно осы 14 ноябрьде, осы ұлыма ноябрь айы біздерге түсінік айы, қантлы диабет туралы көп білім беру айы болып есептелінеді. Демек, қантлы диабетке шалынудың алдын алу үшін ауқатлану рационның тұтқан орны жүдә ахметлі. Жүдә ахметлі. Соның үшін біздер ең бірінші біздерге науқас келсе, бірінші очередь диетаны түсіндіреміз. Бұл қандай болады, қай кезлер ауқат жеу керек, қандай болып режим тұту керек. Егер артықша салмақ болса, диетаға отырғызамыз. Егер артықша салмақ болмаса, ол қантлы диабеттің өзінің специальный диетасы болады. Соны түсіндіреміз. Арнаулы диетасы болады. Демек, артықша салмағы бар инсанлар қантлы диабетке шалыну шартлы түрде диета сақлау керек. Артықша салмағы бар адамдар. Диеталық қандай ауқатларды көбірек пайдаланса, бұл қантлы диабетке ұшырамайды? Енді ол бірінші өсетін затлардың бәрі растительный деп айтамыз біздер.
ол клетчатка ол хамме зат өседі, картофельдан басқасы біздерге болады, хамме көкөтлар болады. Картошка болмайды, наоборот, помидор, қияр, баклажан, болгарский перец хаммесі болады. Бірақ бидай өнімлері, күріш өнімлері, адамларда натуры түсінік бар, күрішлі ауқат жесем, қамырлыны жемесем, азам деген, ол натуры. Күріш пенен бидайдың калориясы теппе-тең, олам углеводқа жатады. Соның үшін біздер онша күріш жегендем, онша тәуір көре бермейміз. Оның орнына біздер маш, лобия, горох, сондай нелерді дон mahsulotlarini ko'proq iste'mol qilishdan qilamiz. Iste'mol qilуды tavsiya etamiz. Albatta, menimcha bugungi kunda sohada ham mazkur kasallik hamda boshqa endokrinologik kasalliklarning oldini olish bo'yicha turlicha yangiliklar ham bor, yangi texnologiyalar joriy qilinmoqda. Bular bo'yicha ham to'xtalib o'tsangiz. Endi o'sha 2023-yil bizlar uchun qattiq ahamiyatli yil bo'ldi. Endokrinologiya диспансерimiz bizlarda filial bo'ldi. Institut endokrinologiyaning Toshkentdagi ulkan filial bo'ldi. Hamda 100 koykamiz 120 koyka bo'ldi. O 20 koykani bizlarda gnoyniy irinli xirurgiya bo'lib hisoblanadi. Endi burun bizlarda qandli diabet kesellerimiz Resbольницаның gnoyniy больницасына барып жататын болса, endi bizlarda o'zlarimizda qandli diabetning asoratlарын emlейтін бөлім болып ашылды. Қазір біздерде жақсы рентген аппарат келді, УЗИ аппаратларымыз бар. Келген науқас хамме узкий специалистлардан өтіп кете алады. Көз докторы бар, хирурглар бар, невропатолог, кардиолог, хамме специалистларымыз бар. Еш жаққа кетпейді, науқасымыз сол жерден бітіп кетеді жұмысы. Әлбетте, бұлардың барлығы елімізде сол медицина тарауында әмелге асырылып отырған реформалар, жаратылып отырған имканиятлардың арқасында екенін жүзде жақсы білеміз. Айне бүгін 14 ноябрь санасы, яғни қантлы диабетке қарсы күресу күні. Демек, бүгін жұмысыңыз жүзде қызғын болары анық, солай емес пе? Лома біздердің ноябрь айымыз қызғын ай болып есапланады. Себебі har 3-ші күні, 1-ші күні біздер ашық есік деп есаплаймыз. Сол күні әрбір адам, қалеген адам келіп қантлы диабетке өзін тексеруге болады. Бипул қанын сідігін келіп тапсырса, біздер сол күні результатын шығарып, уже көрінуге болады. Біздер сондай нелер тәдбірлерді өткереміз. Кішкентай балаларымызға байрам істейміз. Бірінші түр диабет балаларға бүгін, ертең, осы күндері балаларымыз полностью біздерде жатады. Сол балаларға біздер азмыз сыйлық тайырлаймыз. Мероприятияларымыз бар, концерт, сондай затлар тайырлаймыз. Har жылы 14 ноябрь айы біздерге сондай эндокринологлардың айы болып есапланады. Хамме жерде біздер сондай не өткереміз. Мекемелерге барамыз. Albatta, faol turda muassasalarda hamda faoliyat olib borayotgan xodimlarning sog'liqlarini hamda endokrinologik salomatligini ta'minlash borasida ham o'zingizning ulushingizni qo'shib kelmoqdasiz. Обязательно. Juda жақсы. Ayni bugungi sanada xalqimizda bemalol qandli diabetga qarshi күресу ilojlarini amalga oshirish kerak hamda bemalol diagnostikadan o'tsa da bo'ladi. Bu bo'yicha jo'xorida aytib o'tdingiz, barliq imkoniyatlar bizlarda bor dedingiz. Hamda erta tongdan xalqimizga qandli diabetga qarshi күресудің жоллары haqqında, пайдалы өнімлер haqqında ma'lumotlar berib o'tdingiz. Vaqtingizni bo'lib studiyamizga kelganingiz uchun ayriqcha minnatdorchiligimizni bildiramiz. Studiyaga tashrifingiz uchun tashakkur. Yana bir bora sizga xush kelibsiz deymiz hamda yangiliklar, boshqa yangiliklar bilan studiyamizda sizni kutib qolamiz. Rahmet. Ravoch tilaymiz, rahmat. Rahmet.